Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қайнатылған креммен тез дайын болатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Біз ең алдымен ұнымызға секерімізді және де сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен ұнтақтап алатын боламыз. Біз ұнымызбен сары майымызды осылай ұнтақтап дайындап алдық. Қолымызбен қысқанда осындай дайын болу керек бізде. Содан соң баяу араластыра отырып, жаймен пісіріп алатын боламыз. Міне біздің крошкаларымыз осылай қызарып дайын болып шықты. Келесі кезекте біз крошкаларымызды суытып дайындап алатын боламыз. Кезекте біз кремімізді дайындау үшін осындай қайната алатындай кастрөлде, осындай ыдысымызда 2 жұмыртқамызды шығарып алатын боламыз. Содан соң үстіне 150 грамм секер, қасық ванильный сахар, 50 грамм сары майымызды салып аламыз. Содан соң 500 грамм қаймағымызды салып алатын боламыз. Бір ас қасық кукурузный крахмалды салып алып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Осы дайын массамызды жай отқа баяу қойып, араластыра отырып, пісіріп алатын боламыз. Міне біздің креміміз де қоюлана бастады. Осы ыссы кремімізді содан соң суытып қоятын боламыз. Сол кезде тағы да қоюлана түсетін болады. Мен пергамент қағазымды орап, қалыпымды дайындап алдым, формамды. Келесі кезекте жаңағы дайындап алған крошкам салқындап дайын болған соң осылай бір қатар етіп салып алатын боламыз. Содан соң суып дайын болған кремді бетіне жағатын боламын. Тағы да екінші қатар етіп салып аламыз. Тағы да дәл солай кремімізді құямыз. Осылай дайын болған тортымызды бір түнге тоңазытқышта қалдыратын боламыз. Міне біздің тортымыз да дайын болды. Бір түн холодильникте тоңазытқышта сақталды. Содан соң қалыптан алып, тортымызды қағазынан босататын боламыз.